Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге осындай ыстық күндерде шөлді басатын керемет, салқын және де ешқандай зияны жоқ, қоспасы жоқ сусынды үйрететін боламын. Балаларға да ешқандай зиянсыз сусын, сондықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге бар жоғы қажет осы 3 апельсин ғана. Апельсиннің сыртын жақсылап жуып аламыз. Апельсинді барынша свежий түрін таңдаңыздар, сол кезде сырты да әдемі сочный болады. Осылай етіп турап аламыз, барлығын блендерға салуға ыңғайлы етіп турап алып, барлығын блендерден өткізіп аламыз да, осылай бір ыдысқа салып аламыз. Барынша майдалап өткізіп, кейіннен үстінен 2 литр су құямыз. Кәдімгі краннан ағып тұрған суды құясыздар да, бетін жауып, холодильникке қойып қойсыздар. Кішкене араластырып жіберіңіздер. Холодильникте бір 2 сағат тұру керек холодильникте. Одан кейін 2 сағаттан кейін бұны шығарып аламыз да, осылай етіп, осылай сүзіп аламыз. Бірінші үлкенде ыдысты алып, өйткені тағы да үстіне 3 литр су құятын боламыз. Соған сиятындай 5 литр сиятындай етіп ыдысқа сүзіп аламыз. Сүзіп алған соң үстіне 2 стакан шекер қосамыз. Бұл жерде стаканменде 200 граммдық және де жарты лимонның суын қосып алатын боламыз. Міндетті жартысын қосыңыздар. Біреуі көпті қылады қыздар. Кішкене араластырып жіберіп, қалған 3 литр суымызды құямыз да, жақсылап араластырып, шекері ергеннен кейін мұз салып немесе тоңазытқышқа алып, мұздатып алып іше бересіздер қыздар. Қыздар, көріп тұрғандарыңыздар, ешқандай балаға да зияны жоқ, артық зиянды қосылмаған сусын болады. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.